Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бұл жобалаушы, архитектор, дизайнер Ондыбаев Ринат. Видео бастамас бұрын видеоның астында подписаться етін қызыл батырманы басып, каналға тіркеліңіздер. Сонымен бұл видеода мен сіздерге әсіресе еліміздің болашағын жасайтын жастарға, осы салада кәсіп ашам дегендерге, осы салада жұмысқа орналасам дегендерге, немесе жоғары оқу орнында байқамай басқа саланы таңдап қойып, енді мен жобалаушы бола алмаймын, енді мен архитектор бола алмаймын деп үмітін үзген жастарға сіздерге қуанышты жаңалық айтам және аз да болса мотивация беремін. Сонымен жобалаушы, архитектор болу үшін мына үш нәрсе шарт емес. Сонымен біріншісі, жобалаушының, архитекторының дипломы немесе сертификаты шарт емес. Осы қазір елдің арасында кең таралған, өзіміз жиі еститін қате ұғымның бірі, ол егер бір салаға сен жұмысқа кіру үшін, сен соның оқуын міндетті түрде бітіру керексің, дипломын алу керексің. Онсыз болмайды деген осы нәрсе. Әрине бұл кейбір жерге шынымен де солай. Мысалы, жауапкершілігі өте ауыр салалары бар. Оны сен жылдап оқу керексің, жылдап тәжірибе жинау керексің. Мысалы, медицина. Білесіздер, ол жерде адамның өмірі. Ал бірақ басқа салалардың бәрі медицина емес қой. Сіз пицца пісірсеңіз, суши пісірсеңіз, оны жылдап оқып керек емес, бір апта оқысаңыз жарайды. Сварка жасау үшін бір ай оқысаңыз жарайды. Сол сияқты. Егерде айналаңызға дұрыстап қарасаңыздар, көп адамдар дипломнан басқа салаларда жұмыс жасап жатыр. Оған бір мысал келтірейін. Бүкіл қазақтың танитын, бүкіл қазақтың талқылайтын адамы кім ол? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Оны бәрі біледі, ол металлург. Ал бірақ қазір қараңыз, бүкіл қазақ елінің неше түрлі мәселелерін шешіп жатыр. Сол сияқты Иманғали Тасмағамбетов диплом бойынша география мен биология пәнінің мұғалімі. Ал ол қазір қандай адам екенін елдің бәрі біледі. Мұхтар Әблязов диплом бойынша физик теоретик. Ал ол қазір банкир, миллиардер, бизнесмен. Осы сияқты мысалдар айта берсе шек жоқ. Екінші, жобалаушы, архитектор болу үшін адам ойы жетпейтін, адам таң қалдыратын ірі құрылыс салу шарт емес. Көп адамдар осындай видео, кинолардан, шетелдердегі ірі мегаполистердегі ірі құрылыстарды көріп таң қалады. Архитекторлардың жұмысы ауыр екен, қиын екен, ол екінің біріне берілмейді екен. Архитектор миллионнан, миллиардтан бір адам шығады екен деп қате ойлайды. Жоқ, олай емес. Архитектор болу үшін сіздің атағыңыз жер жару міндетті емес. Әрине ондай архитекторлар әлемге әйгілі, ол саусақпен санарлық. Бірақ басқа да ұсақ құрылыстарды салып жатқан олар да архитекторлар. Сіз шағын ғана үй салыңыз, әдемілеп дизайн жасап, адамдар жүріп тұруына қолайлы, күн сәулесі жеткілікті мөлшерде түсетіндей қылып, адамға комфорт сыйласаңыз, клиентіңіз риза болса, болды. Сіз архитекторсыз, сіз жобалаушысыз, сіз дизайнерсіз. Үшіншісі, сызу және сурет салу өнері шарт емес. Әрине баяғы кезде бәрі қолмен жасалған кезде, бүкіл есепті мимен шығарған кезде ол міндетті болды. Ол кезде сіз есепке жүйрік болу керексіз, ол кезде сіз сурет сала білу керексіз, ол кезде сіз сызудан хабар болуыңыз керек. Ал қазір компьютердің заманы. Қазір есепті де компьютер шығарып береді, сызудың да көбін компьютер орындап береді. Сіз тіпті қате сызсаңыз да компьютер қатесін тауып, қатесін түзеп береді. Яғни бұл да шарт емес. Егер менің осы саладан ешқандай хабарым жоқ, ешқандай білімім жоқ десеңіздер, үйден шықпай осыны үйрене болады. Ютубта тегін сабақтар бар, онлайн оқуға болады. Егер программа жоқ десеңіз, интернеттен программа тегін жүктеуге болады және тегін қондыруға болады. Ол да кедергі емес. Сонымен қазақ елі, жастар, болашақ кәсіпкерлер, байқамай басқа мамандыққа түсіп қойған адамдар. Сіздер қазіргі заманның дамуына байланысты, қазіргі заманда көп нәрсе қолжетімді болғанына байланысты, сіздер қазір кез келген уақытта жобалаушы немесе архитектор
немесе дизайнер бола аласыздар. Сіздерге осы видео арқылы сәл де болса үміт сыйладым деп ойлаймын, сәл де болса мотивация бердім деп ойлаймын, сәл де болса осы саладан хабардар еттім деп ойлаймын. Видеоны таныстарыңызға, класстастарыңызға, ағайындарыңызға таратыңыздар. Елге сәл де болса пайдамыз тисін. Қазақ елі ютубтағы сериалдар, пайдасы жоқ, бос, арзан күлкілер, біреудің ішкен жеген тамағы және де сол сияқты ешкімге пайдасы жоқ видеоларды қарамаңыздар. Осындай пайдалы дүниелер қараңыздар. Ең құрығанда елге пайда тимесе де өзіңізге пайда тисін. Сіздермен бірге болған мен Амдыбаев Ринат. Келесі кездескенше аман болайық.